Кенжеханқызы Гаухар нөмір 87 жалпы білім беретін мектептің 8 А сынып оқушысы. Әбу-Насыр Әл-Фарабидің 1150 жылдық мерейтойына арналған Әл-Фараби және қазіргі заман спикерлердің халықаралық байқауында «Қайырымды қала. Бүгінгі бақытқа жету кілті» номинациясы бойынша сөз қозғағым келіп отыр. Бұл еңбегінде Әл-Фараби қала болып қауымдасып өмір сүретін адамзат баласының өзара ешбір қайшылықсыз, мінсіз идеал қоғамы қандай болу керектігін жан-жақты сипаттады деуге болады. Жалпы алғанда адамзат баласының ең ұлы арманының бірі де осы қайырымды идеал қоғам. Дүние жүзінде барлық халықтардың ертегілері мен аңыздарында мәңгілік бақытқа кенелген ел мен жер суреттелетіні санадағы осы аңсар күй асқақ арманның сөзбен жасалған сұлу суреті екендігі анық. Әл-Фарабидің ізгі қоғам туралы ойларына қарап, қайырымды қаланы, яғни мемлекеттің лайықты гүлленіп өмір сүру үшін жеке тұлғаның қаншалықты маңызды екендігіне аса мән бергендігін аңғарамыз. Жеке тұлғаның немесе ел басшысының мемлекет дамуындағы рөлі қашанда жоғары. Әбу-Насыр Әл-Фараби қайырымды қала туралы еңбегінде қаланың бақытты болуының үлкен бір кілті басшыға байланысты екендігіне аса назар аудартады. Әл-Фараби қаланы ортақ мақсатқа жету үшін әр бөлігі өз қызметін мүлтіксіз орындап, бірге үйлесімді жұмыс жасайтын адам ағзасына теңейді. Адамдар әлеуметтік және саяси жаратылыс ретінде бақыт пен кемелдікке қол жеткізу үшін бір-біріне көмектесуі, ынтымақтасуы керек. Әл-Фараби мемлекет көшбасшы тұлғасына көп көңіл бөледі. Көшбасшылар адамды игілікке жеткізу үшін туады және тәрбиеленеді. Қорыта айтқанда, Әл-Фарабидің қайырымды қала туралы жинағы әлемдік ақыл қазынасы ретінде адамзат баласының игілігіне қызмет етуде. Бұл адамзат қоғамында жайлы да мінсіз мемлекет құруға деген мәңгілік ұмтылыс.